Мен бүгін қатты өкініп қалдым, неге бұл булочкалерді бұрын жасап жемегенмін деп. Бұрын осы синабондарға келген кезде дәмі онша емес, корицаның дәмі дым үйлеспейтін сияқты болып көрінді. Бірақ бүгін жасап көргеннен кейін ойым түгейдей өзгерді. Дәмі енді өте дәмді болып шықты. Алдымен оның үстіне тұз, ашытқы, қантымызды, жылы сүтімізді, жұмыртқамызды және бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып жақсылап қамыр илейтін боламыз. Сіздің қамыр қолымызға кішкене жабысуы керек. Қамырды көтерілуге қоямыз. Көтерілген қамырды баспай, столдың үстіне түсіріп, оқтаумен ұн сеуіп отырып жайып алсаңыздар болады. Жайылған қамырдың үстіне сары майымызды жағып, қант, корица және ванильный сахарды араластырып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте қамырымызды арасын бос қылмай біріне жабыстырып отырып, абайлап, жақсылап орап алатын боламыз. Қамырларымызды кішкене бөлшектерден кесіп, пергаменттің үстіне қойып, қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Енді креміне сары май, сахарный пудра және творожный сырды араластырып крем дайындайтын боламыз. Дайын болған булочкалердің үстіне ыстық күйіне бетіне жағып, суығаннан кейін балдарыңызға, отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырдым. Дәмі өте дәмді, баршаңызға ас болсын.